Сәлем достар, сіздермен бірге Руслан Қанатбекұлы. Біздің тастанды сәби әлеуметтік экспериментін көрген болсаңыздар, осы кісі көшеде қалған қызға жағдайын келгенше біздің үйде тұра тұр деп айтқан болатын. Мен мүмкіндігім жоқ, апай. Солай. Апай, жоқ. Болмаса жағдайым келгенше біздің үйде тұра тұр. Осындай мейірімді жандар көп па, аз ба, соны тексеріп көрейік. Ол үшін маған көмекке келген Ой бәрекелді каналы Гүлнұр Ақынбекова. Кеттік. Мен Қызылордадан келгенмін. Тұратын үйім жоқ, сендердің үйлеріңді қонақ ішсем бола ма? Никак болмай ма? Хотя бір күн... Мы сами не знаем, где остановиться. Өздерің басқа жақта жүрсің. Никак болмай ма? Өздерің үйлерің жоқ қойсың ба? Мен Қызылордадан келдім да, бір адам күтіп алам деген, звондасам алмай жатыр. Қонатын жерім жоқ, сендердің үйлеріңе қона тұрсам бола ма? Бізде әдем жоқпыз. Әдем жоқ қой, бізде жүре берсін. Неге? Бізде бүгін дегенбіз, сумка, кошелек, удостоверение бәрі жоқ. Ұрлатып? Қайдан ұрлатып алдыңдар? Автобуста. Бүгін азанда келдік. Бүгін азында түстік. Saat 9'da. Мен жаңа түсте түсіп едім, Қызылордадан келген ғой. Телефон алмай жатып, баратын жерім жоқ. Не істейтінімді білмей жүрмін. Жоқта ешкімді танымаймын, сол досым қоймай шақырған ғой, соған келгем. Негізі бізде біраздан памятник соған біреу таппай жатыр. Бізде танимыз, біразынше просто таппай жатыр да біз. Алматының балалары. Енді өздерің істейсіңдер. Білмейміз, біз выживать етеміз, өстіп. Біз тауып аламыз, біз түнге қарай. Жоқ, тауып алғанда, маған да тауып көресіңдер ме? Жүре бер, девушка. Мен есімім Гүлнұр. Қонатын жер таппай жатырмын, сендердің үйлеріңе қонсам бола ма? Алыста? OLX-тен қарағанда кассасына сеніп қалған ғой, күтіп аламын, үй бар. Ақшада керек емес деген ғой. Үйлер бар ма бұқта? 1000 теңгеге ма? Бір күнге ночевкалар үйлер бар ғой. Солардан қарап көр. Жоқ, ол жақтардан қорқып тұрдым да, ол жақтардан. Қыздар болғаннан кейін солар дұрыс шығады. Ондай қорықпайсыз, өйткені ол сізге бір кілт береді, бір үй жалғыз өзіңіз боласыз. Солай ма? Тауып берейік пе? Неден қарауға болады? OLX-тен ба? OLX-тен или просто Google-ға жазасыз да? Google-ге? Алматы квартира деп. 1000 теңгеге табуға бола ма? Бір түнде 1000-2000 я табуға болады. Сондай разницамен табуға болады. Қалтамда бір тиын ақша жоқ. Бүгін сіздің үйіңде қонақ тұрсам болады? Жоқ, бір күнге ма, хотя бір-екі күн қонақ тұрсам. Менде қазір баратын жерім жоқ та, сол не істерімді білмей жүрмін. Ешқалай көмек бере алмайсыз ба? Хостел бар ғой? Интернет операционный хостел бар? Жоқ, сол хостелге ақшам болмай тұр да менде. Кассасына сеніп қалған ғой. Келе бер, өзім күтіп аламын, ақша керек емес, өзім алам деген. Звондасам алмайды да. Не істерімді білмей жүрмін. Абылайханның бойында патрульдер ғой, аренда бар. Жоқ, білем ғой, менде сол бір тиын ақша болмай тұр ғой соған. Кассасына сеніп, пойызға билет алып шығасың ғой. Мен интернеттен қарап берейін, анда қарызға нететін шығар, кіргізетін шығар, кейін ертең бере саласың. Анда бар ғой, суточный өткізетіндер. Ондай табыла ма өзі қазір? Алдын ала ақша беру керек емес пе оларға? Жоқ, сіз удостоверениені жүріп кетесіз, ертең әкеліп беремін дейсіз, береді. Қалай болды? Танымайтын адам менен қалай боласыз? Түсініксіз жағдай ғой. Енді... Сіз мен танымайсыз, мен сіз тем более танымаймын. Қалай болмайды? Здесь у меня знакомых нету, негде переночевать. А мы не здешние? Хотя бы на день можно? Просто мне сейчас негде никуда идти. Никогда не возможно. Кассасын күтіп алам деген, күтіп алған жоқ, сол қонатын жерім жоқ, сіздің үйіңізге қонсам бола ма? Болмай ма, никак? Көмектесе алмайсыз ба маған? Жарайды, рахмет. Кешіріңіз, сізге сұрақ қойсам бола ма?
Мен Қызылордадан келген едім да, тұратын жерім жоқ, сіздің үйіңізге қонсам болады ма? не? Никак болмай ма? Просто досым күтіп аламын деді да, телефонын алмайды. Қойып бере алмайсыз ба? Жарайды, рахмет. Сәлеметсіз бе? Сұрақ қойсам болады ма сізге? Мен Қызылордадан келген едім да. Қазір тұратын жерім жоқ, сіздің үйіңізге қонсам болады ма? Ондай деуге болмайды. Біздің үйімізге қонуға болады ма? Просто класстасым телефон алмай жатыр да, соған сеніп. Ана елге неге, Карла-Маркстен неге барсам, квартира көп. Жоқ, менде сол ақшам да жоқ та сол. Ешқалай көмек жасамайсыз. Жоқ, класстасыма келген ғой. Сол телефонын алмай жатыр, түстен бері звондай алмай жатыр, баратын жерім жоқ сол. Класстасыма сеніп келіп едім. Туыстарым жоқ. Сен ешкім жібермейді, сені квартира алуың керек. Жұмысты күнде бар бір жеріңде. Ешкім жібермейді сені, кім жібереді? Қондыра алмайсыздар ма бір күн? Жоқ. Ешкім қондырмайды сені. Бізде үй жоқ жалпы. Жұмыс кезетінде квартирасында тұрамыз да бар адам. Бөтен адам кірбейді. Бөтен кіргізбей ма? Сіздің үйіңізде ше? Бірге болады ғой жалпы. Жалпы болады ол. Потом ертерек кетіп қалмаса, басып кетіп қалса деген әңгіме болады. Болады еш. Маған жататын жер бар ма? Бар. Осың балдар ғой жерде бар ше. Басқа бөлме бар жоқ. Маған тиіспей ма олар? Сізбен бар. Просто мен басқа қаладан келіп тұр едім да, сол қонатын жерім жоқ сол. Қай қаладан? Мен Қызылордадан келген ғой. Қызылорда? Қай жер? Жаңақорған деген. Бізді Жаңақорған ба? Жаңақорған ама. Мен Жаңақорған өзім. Өзінен ба? Қай жағында тұрасың Жаңақорған? Сізге сұрақ қойсам болады ма? Не сұрақ? Мен Қызылордадан келген едім да, класстасым күтіп аламын деп еді. Телефонын алмайды, қонатын жерім жоқ, сіздің үйіңізге қонсам болады ма? Жаңа менің үйім қалады басқа жағында бар. Сіз қазір қайда барасыз, сол жаққа барсам болмай ма? Просто менде ақшам да жоқ та, сол қонатын жерім жоқ. Жоқ, сіз Қызылордадан кеткенде сонда қалай еттіңіз? Жоқ, мен класстасыма хабарласқан ғой, все, келем деген кезде күтіп аламын деді да. Енді келіп звондасам, телефонын алмай жатыр. Түстен бері звондаймын, алмайды телефонын. Ойбой жаным, түстен бері осы жақта жүрмін. мен өзім. Аяда бірақ бөлмеде тұрған ұлым бар, күйеуім бар, адам көп үйде. Ешқалай көмек бере алмайсыз ба маған? Қалай көмек беремін, білмеймін да. Просто мен де не істерімді білмей жатырмын да. Қызылорданың қай жерінен келдің? Сол Қызылорданың Жаңақорғаннан келген ғой. Оқуға келдің ба, жайша келдің ба? Жоқ, келіп қыдыртам деген ғой, просто класстасым. Жұмыс қараймыз бірге деген. Жаным, сөйтіп келіп қыдыртам десе сөйтіп келе саласың ба? Енді сендім ғой. Әке шешең барғызсың ба? Иә, бар ғой. Айтуға ұялып тұрмыз оларға. Класстасым күтіп алып, керек емес ақша деп кеткен ғой үйден. Ешқалай көмек бере алмайсыз ба енді? Хотя бір күн қонып шықса. Сосын бір күн қонып шыққасын ертең не істейсің? Ертең Класстасың мүлдем телефонды алмаса. алатын шығар деп ойлап тұр. Атыңды? Гүлнұр. Қай жылғысың? 95. Документің бар ма? Бар. Көрсетесің ба документіңді? Мен енді сені танымаймын ғой. Көрсетсем үйіңізге апарасыз ба? Көрем енді мені. Біраздан кейін жұмыстан үйге келу керек, күйеуіме звондап қояйын. Жарайды, рахмет. Негізі ол эксперимент болатын. Сізге камераға түсіріп жатыр. Осындай жағдайға түскенде қандай көмек бере ма, бермей ма, соны тексеріп жатқанбыз ба? Сөйтсе бермейді екен дейсің ба? Мен просто 2 рет өзім осындай бір афераға жолыққам. Үйім тонап кеткен. Содан қорқам мен ше. Енді ол әдейіге көбінде маған осындай келген соң маған келеді да елдер ше. Осылай біз хиджаб кигендер, алла деген адамдар алдамайды деп, сөйтіп мен алдамаймын деп осындай өзімдей киінгеніңіз ғой, сенесіз ба қызым? Өзімдей киінгеніңіз келді үйге, қонды. Таңертең біз таң намазға бізбен бірге тұрды, біз ұйықтап қалдық. Таңертең тұрсақ үйде неде тұрған ақшамыздың бәрін алып шығып кетіп қалған ғой. Енді оған не айтасыз сен? Рахмет үлкен онда. Оқышы қиқа. Қай айтсаңыз болады. Қай жаққа балаға сұрап отырады. Ол енді қай жаққа шығады сонда? Жай ғана ма? Ютубқа шығады. Көрсеңіз, Лаула деген канал. Кім деген? Лаула. Лаула деген. Лаула десеңіз шығады деп шығады. Қашан шығады?
Бұйыртса осы воскресенье шығады. Көргендеріңіздей адамдардың 99%-ы үйіне қондыруға қарсы болды. Бірақ олардікі дұрыс шығар. Көшедегі бейтаныс адамды үйіне кіргізіп алу қазіргі заманда қиын. Бірақ сонда да қолдан келгенше көмек берген дұрыс. Ал сіздің ойыңыз қалай? Өз ойларыңызды пікірге жаза отырыңыздар.